Егер сіздің шашыңыз жиі түсетін болса және жансыз болса, онда осы видеода айтылған ақыл-кеңестерге құлақ түріп, міндетті түрде жасап көріңіз. Әйел заты шаш күтімі үшін ақшасын аямайды, алайда шашты тез өсіру үшін не қалың ету үшін қымбат шампундар мен бальзамдардың әсері бола бермейді. Шашыңыз қалың әрі әдемі болсын десеңіз, шаштың күтіміне және тамақтану рационына мән беріңіз. Шаштың 65% ақуыздан тұрғандықтан ақуызы көп өнімдерді көп тұтынып, шаштың тұрақтылығын сақтау керек. Көкөніс жапырағы, ірімшік, майсыз балық, ақ ет сияқты өнімдерді көп жеу керек. Кокос майынан массаж жасаңыз. Кокос майы кондиционер есебінде жүреді. Соның нәтижесінде шаш ұзын әрі қайратты болып өседі. Ұшталған шашты үнемі қырқып отырыңыз. Шаштаразға кемінде 3 ай сайын барып, шашыңыздың ұшын қырқып тұрыңыз. Шашты көп жумаңыз. Шампунмен күнделікті шашты жуу арқылы құрғатып жібересіз. Шашты аптасына 2-3 рет қана жуу керек. Шашты көп тарамаңыз. Шашты көп тарау пайдалы деген ой ол қате. Тарақпен тарау арқылы шаштың майын ұзындығына дейін жағып шығасыз, әрі көп түсіресіз. Сондықтан шашты жуған соң арнайы спрейлерді қолдана отырып тарасаңыз, сол да жеткілікті болады. Күйзеліске жол бермеңіз. Көп адам стрессті жағдайда жүргенде шашы жиі түсіп, шаш көлемі азаяды. Сондықтан қандай жағдай болмасын, күйзеліске салынбаңыз. Жастықтың тысын ауыстырыңыз. Жастығыңыздың тысы таза мақта матасынан жасалған болса, оны жібек маталы тысқа ауыстырыңыз. Жібек маталар жұмсақ келгендіктен шаштың түсуіне әсер етпейді. Витаминді тағамдар ғана емес, витамин дәрілерін де іше беріңіз. Ол үшін маманға қаралып, сізге қандай витамин жетіспейтінін тексертіп алыңыз. Табиғи маскалар қолданыңыз. Үй жағдайында пияз суынан, кокос майына, бал, лимон, авокадодан маскалар жасаңыз. Шашты жауып жүріңіз. Шашыңызды шаң, кір мен күннен қорғап, орамал, бас киім, шляпалар киіп жүріңіз. Кондиционерді тұрақты түрде қолданыңыз. Суды көп ішіңіз. Душтан соң орамалмен шашыңызды орамаңыз. Шаш дымқыл күйінде сынғыш келеді. Сондықтан шашты орамалмен сүртіп, не басқаша жолмен сорғытыңыз. Шашқа арналған сапалы бояуларды қолданыңыз. Бояулардың құрамында аммиак көп болғандықтан олар шашқа зиянын тигізеді. Оның орнына қына, кофе, дәмқабықтың қолданып көріңіз. Шашты ыстық сумен жумаңыз. Ыстық су шаш түбін құрғатып жібереді. Сондықтан үнемі жылы сумен жуыңыз. Егер шашыңыз жуғанда тарағанда көп түсетін болса, онда оның дауасын қымбат дәрілерден іздеудің қажеті жоқ. Себебі шаш дұрыс тамақтанбағандықтан да түседі. Шаш түсуінің алдын алу үшін салауатты өмір салтын сақтанып, күнделікті тамақтану кестесін дұрыс жолға қойсаңыз болғаны. Сондай-ақ шаштың түспеуіне көмегін тигізетін тағамдар барын да ұмытпағайсыз. Шаштың түспеуіне көмектесетін тағам түрлерін біле жүріңіздер. Ол арқан балық. Шашқа ақуызы мол тағамдар аса пайдалы. Ал ақуызға бай тағамдардың алғашқы қатарына арқан балықтан, яғни лосостан жасалған тағамдарды айтуға болады. Екіншіден ол бал. Балды тағам ретінде пайдаланып қана қоймай, одан шашқа маска жасауға да болады. Бұл процедура шаш саулығына айтарлықтай көмектеседі. Үшінші, жаңғақ пен дәнді дақылдар. Шаштың қатаюы мен өсуіне омега-3 және омега-6 май қышқылдары да пайдалы. Бұлар көбіне жаңғақ пен дәнді дақылдарда кездеседі. Төртінші, саумалдық, яғни шпинат. Көбіне нәзік жанды арулардың шашы көп түседі екен. Оған себеп ағзадағы темір мен D2 дәруменінің жетіспеуінен болады. Бұл кезде құрамында темірі бар хош иісті дәнді дақылдар жататын саумалдық, яғни шпинат шөбі көп көмегін тигізеді. Келесі тағам түрі ол майлар. Асқабақ, гүлшетен және кокос өсімдігінің майлары батыс терісі үшін аса пайдалы. Бұлардан дайындалған тағамдарды ішіп жеп қана қоймай, шашқа маска жасауға да болады. Сондай-ақ осы өсімдіктердің майы қосылған сусабынды пайдаланған дұрыс. Келесі өнім ол фундук жаңғағы. Фундук жаңғағының шаштың қалың болуына және әдемі болып өсуіне әсері көп. Шашыңыздың қайратты болуына тағы бір әсер ететін өнім ол бөдене жұмыртқасы. Осы айтылған өнімдерді рационыңызға қосу арқылы сіз шаштың түсуін алдын аласыз және шаштарыңыз қайратты, қалың әрі әдемі болады.
Ал сіз шашыңызға қандай күтім жасайсыз? Осы жайлы сіздің пікіріңізді комментарийде күтетін боламын. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеле кетіңіз.